Менің аты жөнім Ақан Аянат, 8-ші Б сынып оқушысымын. Мен қазір шешендік өнер және мен деген тақырыпта әңгіме айтатын боламын, және де маған назар аударуларыңызды сұраймын. Мен Абай атындағы дарынды балаларға арналған республикалық мектепке түспей тұрып, шешендік өнер деген пән бар екенін білмедім. Бірақ осы мектепке түсіп, шешендік өнер пән бар екенін білгеннен кейін, өзіме шешен деген кім деп сұрақ қойдым. Сонда шешен деген әр сөзін керемет, көрнекті қылып айтатын, тыңдаушыны өзінің аузына қаратып тұратын адам емес пе деп өзіме жауап бердім. Мен осы демалыста өзімнің үйіме бардым. Үйіме барған кезде өзімнің отбасыма біздің мектептегі шешендік өнер деген пән бар екенін айттым. Сонда маған ол қандай пән, қандай ғибратты сөздер айтасыңдар деп сұрақ қойды. Сонда мен Шойынбек бидің мына бір оқиғасын айтып бердім. Бірде Бағдәулет деген ауылда Нұрдәулет деген үлкен кісінің үйінде жиында Шойынбек би отырады. Сонда Шойынбек биден дәулет артық па, бақ артық па, өнер артық па, әлде тіл артық па деп сұрақ қояды. Сонда Шойынбек би: дәулет ол қолдың кірі, жусан кететін. Бақ сел көшкін уақытша өлшенген. Өнер ол ризық несібе таусылмайтын. Ал тіл ол ізгі мұрат артыңа қалдыратын деп жауап беріпті. Осыны отбасыма айтып, осындағы Шойынбек би өзінің шешендігі арқылы осы сұраққа керемет жауап бергенін отбасыма түсіндірді. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады демекші, қазіргі таңда болашақ жастардың қолында. Ал егер де қазіргі таңда жастар жоқ, біз қазақ тілін білуге міндетті емеспіз, біз білмейміз, біз арасында басқа тілдің сөздерін қосып сөйлеп қоямыз дейтін болса, онда біздің болашағымыз не болмақ? Сегізінші Б сынып оқушысы Аянат Талғатқызы айтқан әңгімеге пікір айтып баға берейік. Артықшылықтары неде, жетістігі қандай, немесе не жетіспейді? Қандай ұсыныс пікірлерің бар? Аянат, саған көп рахмет. Біз сенің осындай кішігірім ғана сөздерінің өзінен қаншама ой түйдік. Мен маған айтқан өз қателіктерімді түсіндім. Және де маған Аянаттың ұнаған жерлері барлық сөздерін өзінің өлең арқылы айтып жатыр ғой. Енді жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді демекші, ол өзінің шын пейілмен, өзінің жүрегінен шыққан сөзді бізге жеткізіп жатыр. 9-шы сыныптар арасында сауалнама жүргізген болатынбыз. Бұрын соңды қамшы жайлы білетін бе едіңіз, немесе қамшыға қатысты қандай сөз тіркестер білесіз? Сол сәтте көбінесе 80% оннан бір бүтін көбінесе оқушылар жоқ деп жауап берген. Ал қалғандар білемін, бірақ нақты көп емес, естуім бар, немесе шісуді естігенмін деген секілді жауаптар болды. Енді қамшы сөзіне қатысты тұрақты тіркестер. Қамшы боп тию ол жанына бату, қамшы болу түрткі болу, қамшыдай қатты арықтау жүдеу, қамшының астына алу, ол соғу ұру, қамшы салым жер өте жақын. Қамшыға қатысты мақал мәтелдер: қамшыдағы етте, тілдағы жүректе қалады. Ғабиден Мұстафиннің сөзі. Қамшы қанат, құйысқан қуат. Арық атқа қамшы ауыр, қанатының тентек болса, қамшысың жуан болсын. Салт атты, сабау қамшылы. Ағаш қамшы көп болар, аттанар күні жоқ болар. Қазанат қамшы тигізбейді, азамат жоғын білгізбейді. Қамшы кене Әзірбаевтікі. Беземе тілді бекер, болар қамшы, дәрісі оның оғой бірақ тамшы. Осымен аяқталды. Назарларыңызға Алақай, бұл да бір біткен іс болды. Толықтай келсем. Бұл қуанышты жақсылап тұрып атап өтейік. Ал менің жоспарым мүлде бөлек. Оны дегеніңіз, Шериф? Жаба аузыңды. Сен мына төсбелгін көріп тұрсың ба өзі? Сенің ойыңша ол не істеп тұр? Көйлегіңізге жабысып қалған шығар. Себебі тергеуді жүргізетін сендер емес, мына мен. Айтпақшы, мен сендердің ата-аналарыңмен хабарластым. Дәмеленбей қойыңдар. Алан, әкім әкеңе сәлем айт. Сау бастарыңа сақина тілеп алған өздерің енді менен құтыламын деп ойламаңдар. Одан да бізге шешім тапқаныңыз үшін алғыс айтса несі кетер еді? Тым болмағанда әзірше демегеннен шүкір. Мен айтайын дегенім ол емес. Алматыда осымен 4-ші рет оқушылар арасында республикалық шешендік өнер бойынша Ділмар байқауы өтті. Абай атындағы мамандандырылған мектепте елдің 15 облысы мен 3 қаласынан іріктелген 28 оқушы сөз сайысына түсті. Шешендік байқауында өнерлі өрендердің ой ұшқырлығы, тіл тазалығы, дауыс мәнері, сахна мәдениетін сақтау секілді қырлары сарапқа салынды.
Сондай-ақ шешендердің сөзін жатқа айтудан жарысты. Жеңімпаздар ақшалай сыйлықпен және алғыс хаттармен марапатталды. Байқауға 3-ші жыл қатарынан Зейнулла Сәнік атындағы мәдениет қоры демеушілік етуде. Жоба авторы, журналист, шешендік сөз өнері пәнінің мұғалімі Жарқын Сәленұлы. Байқау жаңа буын, жас ұрпақты тіл тазалығын сақтауға, тарихи, мәдени және ұлттық болмысын тануға бағытталған. Ал осы шаһардағы тағы бір білім ордасының оқушысы Әли Мұхтарұлы шешендік өнер үйірмесін ашты. Толығырақ өңірдегі тілшіміз Азамат Қасымның сюжетін көрейік. Әли Мұхтарұлы 5-ші республикалық Ділмәр шешендік өнер байқауының жеңімпазы. Ол өз оқитын мектепте Аягөз Ділмәр шешендік үйірмесін ашқан. 10-шы сынып оқушысы қазір өз қатарластарына көркем сөйлеуді үйретіп жүр. Бір күні кітапхана барып кітап оқып талдасақ, балалар сол кітаптан оққан дүниесін талдау барысында сөйлеп үйренеді. Жалпы сөйлеу барысында көп көмегін тигізеді ғой. 21-ші ғасырдың телефонға термелерген балаларынан қарағанда, ол сөйлеп үйрену өте қатты қажет. Қазір екі сөздің басын қосылмайтын балалар көп, ал оларды кешегі бабалардың жолына салып, шешенше сөйлету нағыз қазақтың істі ойлаймын. Әли Мұхтарұлы аптасына 2 мәрте сабақ береді. Үйірмеге аудандағы 45 баланың ішінен іріктелген 12 оқушы қатысады. Азамат Қасым, Медет Өмірханов, 24 KZ, Абай облысы.